Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Гаухар, бүгін мен сіздермен бірге гүл ханым тағамын әзірлемекшімін. Ол үшін ең алдымен қызып тұрған майымызға етімізді турап қуырып аламыз, жақсылап тұрып. Одан соң жуамызды салып, сарғайғанша тағы да бір мәрте қуыратын боламыз. Мінекей. Одан кейін тәтті бұрыштарымызды, сәбізімізді және қызанағымызды, сарымсағымызды салып, арасына тұзымызды сүйбе отырып, қалауларыңыз бойынша дәмдеуішті қоса отырып, ас көгімізді салып, одан соң картопымызды саламыз. Менде картоп майда болғандықтан дәл осы күйінде бөлмей салдым. Егер картоптарыңыз ірілеу болса, онда бөліктерге бөлсеңіздер болады. Мінекей, енді осының үстіне лавр жапырағын зирадан қостым. Осыны біз баяу отта, яғни орташа отта 40 минутта пісіріп аламыз. Және де менде алдыңғы ет асқаннан кішкене қамыр қалған етін, сол қамырды жайып, ортасын майлап, салмасына сәбізді салдым. Сіздер бұл қамырға әдеттегідей еттің қамыры секілді бір жұмыртқаны және тұзды сала отырып, қамыр елеп аласыздар. Мінекей, осындай гүл қып орайсыздар. Тағы да қайталап айтайын, осы қамырдың арасын міндетті түрде сары маймен, яғни өсімдік майымен майлап алып барып салмасын саласыздар. Енді осы роза гүлдерін, егер сізде көп болса, онда мантыда пісіретін ыдысыңызға буға пісіріп алсаңыздар болады. Я болмаса, жаңағы картоптың бетіне салып пісірсеңіздер де болады. Менде саны өте аз болғандықтан, мен осыны картоптың бетіне салып пісіріп алдым. Мінекей, тамағымыз пісті, жаңағы гүліміз де пісті, барлығы пісті, өте дәмді болды. Енді осыны ыдысымызға әсемдеп тұрып салатын боламыз. Мінекей, гүл ханым тамағымыз дайын, өте тойымды, әдемі, асқазанға жеңіл астардың бірі болып табылады. YouTube каналымды қолдап, лайк басып қойыңыздар. Баршаларыңызға үлкен рахмет.